Құрметті Олжас Абайұлы, қазіргі геосаяси тәуекелдерге байланысты мемлекеттің қорғаныс қабілетін нығайту мен төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында әскери дала жағдайларына бейімделген медициналық кадрларды даярлаудың орнықты жүйесін қалыптастыру ерекше маңызды. Мемлекет тарапынан әскери дәрігерлерді даярлауды кезең-кезеңмен дамытуға назар аударылған. Алайда кадрлар дайындау жүйесін тек жоғарғы білім беру деңгейінде емес, әскери медицина саласындағы бастапқы медицина көмектің негізгі орта буын мамандарын, әскери фельдшерлерді даярлауды қолға алу қажет. Әскери дәрігерлер мен әскери фельдшерлерді даярлау өзара тығыз байланыста, бірін-бірі толықтыратын бірыңғай жүйе ретінде қарастырылуы тиіс. Бүгінгі таңда қарулы күштер мен азаматтық қорғаныс жүйесі тарапынан кадрларға деген қажеттілік артуда. Ел аумағының көлемі, шалғай елді мекендердің жағдайы, табиғи және техногендік тәуекелдерге байланысты мобильді әрі арнайы медициналық мамандарды даярлау стратегиялық мәнге ие болуда.